Бизнес әріптестер, қайырлы күн, құрметті менің YouTube'дағы оқырмандарым. Мен сіздермен әдеттегідей жүздесіп отырғаныма өте қатты қуаныштымын. Сіздерде барлығы жақсы деген ойдамын. Егер сіздерде барлығы жақсы болатын болса, мен әдеттегідей видео түсірілімді жалғастырамын. Менің бүгінгі видео түсірілімде қозғайтын тақырыбым 24 сағат уақытты қалай тиімді пайдаланамыз. Жалпы 24 сағат деген уақытымыздың біз қалай қадіріне жете білеміз, және сол 24 сағат уақытымызды арнап отырып біз қалай жетістікке жетеміз деген тақырыптарда әңгіме өрбітетін боламыз. Егер менің видеом ұнап, көңілдеріңізден шығып жатса, әдеттегідей тіркеліп өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Ең бірінші, біз мына нәрсені ұғынып алуымыз қажет. 24 сағат уақыт ол Алладан берілетін, адамзат баласы үшін ең үлкен сый. Сол 24 сағат уақытты біз тиімді пайдалана білуіміз керекпіз. Ол 24 сағат уақыттың тиімді пайдалану үшін ең бірінші оны біз график составлять етуіміз қажет екен. Яғни күн тәртібі. Азанда оянғаннан бастап кешке дейін біз уақытымызды тиімді пайдалануымыз керек екен. Ол уақыттың ішінде біз жұмысты да жасап үлгеруіміз керек. Ол уақыттың ішінде біз Алла тағалаға құлшылығымызды да жасап үлгеруіміз керек. Бұл өмірдегі барлық іс әрекетімізді жасап үлгеруіміз керек. Неге? Өйткені ертеңгі 24 сағат уақыт сізге Алла тағаладан беріле ма, берілмей ма, оны бір Раббымыз өзі біледі. Қаласа бізді оятады, қаламаса біз оянбаймыз. Ол шындық нәрсе. Шындыққа тура қарауымыз керек. Сіз 24 сағат уақытыңызды қалай пайдаланасыз? Қай уақытта не істейсіз? Әрбір минутын, әрбір секундын, минутын, сағатын біз жоспарлауымыз керек екен. Жоспарлау арқылы ғана біз ең бірінші осы уақытымызды тиімді пайдалана алар екенбіз. Екінші, күн тәртібін жазған кезде қай уақытта істейміз? Сіздің қолыңызда план болу керек. Азанда оянғаннан бастап кешке дейін не істейтініңіз, қай уақытта, қай минутта, қай секундта не істейтініңізді сіз жазу арқылы ең бірінші сіздің ойыңыз порядкіде болады. Екінші, уақытыңыз сіздің порядкіде болады. Сол нәрсені біз жаза білуіміз керек екен. Үшінші, 24 сағат уақытымыздың біз қадірін білдік. Неге? Біз ең бірінші оны тиімді пайдалану керек. Не үшін қажет екенін жаңа мен айтып кеттім, оны білдік. Екінші, бізде күн тәртібін жазуымыз керек екен. Әр минутымызды, әр секундымызды іс әрекетімізді жазуымыз керек. Үшінші бар, біз әрекетке көшеміз. Осы үш нәрсені білсеңіз ғана сіз 24 сағат уақытыңызды тиімді пайдалана алады екенсіз. Осы үш нәрсені білмесеңіз, сіздің уақытыңыз тиімсіз өтіп кетеді. Ертеңгі уақыт сізге беріле ма, берілмей ма? Сондықтан сіз қандай мамандық иесі болмаңыз, сіз дәрігер болыңыз, сіз сетевик болыңыз, сіз сату саласының маманы болыңыз, жалпы жүрек қалауыңызбен таңдап алған мамандық иесісіз. Сол салада сіз уақытыңызды тиімді пайдаланып, сіз жетістікке жете білуіңіз керексіз. Жетістікке жетудің ең басты
ең бірінші шарты бай адамдардың жетістікке жетуінің құпиясы сол 24 сағат уақытын тиімді пайдаланады. Қай уақытында не істейтінін жоспарлап ол жазылып қойған. Сол жоспарменен жүреді. Сол жоспарда жазылған іс-әрекеттерді, жұмыстарды жасау арқылы өмірін өзгертіп, миллионер болуға қадам жасайды. Және миллионер болып та жатыр. Сіз осы үш нәрсені білсеңіз, сізде уақытты тиімді пайдалануды білгеннен кейін, сіздің де өміріңіз өзгеретініне, өміріңіздің бір қалыпқа келетініне мен кәміл сенемін. Менің бүгінгі видеом сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер ұнаса, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Келесі видео түрінде қандай тақырыпты қозғағанымды қалайсыздар? Сол жөнінде айта кетіңіздер. Келесі видеомда жүздескенше сау, саламатта болыңыздар.